Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атамның үйі үлкен. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз және оған сәйкес сюжетті суреттер таңдауды үйренеміз. Ребята, сегодня на уроке мы будем отвечать на вопросы к тексту и будем учиться находить иллюстрации к тексту. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Бақ, сад, алма бағы, яблоневый сад, бақша, огород. Бақша суарады, поливает огород. Енді жаңа сөздерді дауыстап қайталаймыз. Бақ, алма бағы, бақша, бақша суарады. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Келесі тапсырмаларға көшейік. Есте сақта. Жіктік жалғау. Жіктік жалғауды қайталаймыз. Мен бақша суарамын. Я буду поливать огород. Сен бақша суарасың. Сіз бақша суарасыз. Ол бақша суарады. Бұл жерде естеріңізде болса, жіктік жалғау бірінші жақта мың, екінші жақта сың, сыз, үшінші жақта ды. Суар деген сөз бізде жуан, сондықтан жуан жалғау жалғаймыз. Слово у нас твердое, значит присоединяем твердые окончания. Жақсы балалар, сөйлем. Ребята, обратите внимание на слова. Суарада, атам, бақша. Нам нужно правильно составить предложение. Чтобы правильно составить предложение, нам нужно знать, что в казахском языке порядок слов предложения постоянен. В конце предложения у нас всегда стоит сказуемое, в начале предложения подлежащее. Атам бақша суарады. Дедушка поливает огород. Суарада. Баяндауш сказуемое. Кто поливает? Дедушка. Это у нас подлежащее, значит, стоит в начале предложения. Атам бақша суарады. Ауылға барасың ба, сен ба. Нужно составить правильное предложение. Как я сказала, в начале предложения у нас всегда стоит подлежащее. В данном случае у нас сен, ты. Сен ауылға барасың ба. Ба, ребята, у нас вопросительная частица. В русском языке эта частица соответствует частице ли. Барасың ба. Ауылға барасың ба? Ты поедешь ли в деревню? Частица у нас всегда стоит на последнем месте. Сен ауылға барасың ба. Это у нас вопросительная частица. Балалар, естеріңізде сақтаңыздар. Ребята, запомните. В начале у нас подлежащее, в конце предложения у нас сказуемое. Тыңдалым. Мәтінді тыңда, қайтала оқы. Атам ауылда тұрады. Атамның үйі үлкен. Атамның алма бағы бар. Мен алма жинаймын. Аулада бақша бар. Атам бақша суарады. Мен атама көмектесемін. Балалар, енді тағы бір мәрте оқиық, аударып көрейік. Атам ауылда тұрады. Живет. Атам ауылда тұрады. Атамның үйі үлкен. Атамның алма бағы бар. Мен алма жинаймын. Мен алма жинаймын. Собираю. Мен алма жинаймын. Аулада бақша бар. Бақша. Атам бақша суарады.
Мен атама көмектесемін. Помогаю. Мен атама көмектесемін. Ребята, попробуйте сами перевести текст. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы по тексту. Атам қайда тұрады? Ауылда, қалада, тауда. Атамның үйі қандай? А. Шағын. Кішкентай. Б. Үлкен. Мен не жинаймын? А. Алмұрт. Шие. Б. Алма. Атам не суарады? А. Бақ. Бақша. Б. Гүл. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Дұрыс жауабын табыңдар. Вам нужно найти правильный ответ из 3 вариантов. Ал енді балалар тексеріп көрейік. Давайте проверим. Атам қайда тұрады? Қайда? Где? Атам ауылда тұрады. Атамның үйі қандай? Атамның үйі үлкен. Мен не жинаймын? Мен алма жинаймын. Атам не суарады? Атам бақша суарады. Если вы обратили внимание, ребята, вместо вопросительного слова вы подставляете свой ответ. И у вас получается правильно составленное предложение. Атам ауылда тұрады. Атамның үйі үлкен. Мен алма жинаймын. Атам бақша суарады. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Ойлан. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін суреттерді таңда. Выбери картины, соответствующие содержанию текста. Мына суреттердің қайсы мәтінге сәйкес? Ойланып көрейік. Ал енді тексереміз. Атамның үйі үлкен. Немесе атамның алма бағы бар. Или атам бақша суарады. Мен алма жинаймын. Келесі алма жинаймын. Эти 2 картины соответствуют тексту, да? Жақсы балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Есте сақта, ауызша айт. Расскажи устно. Мен ауылға барамын. Алма бағы үлкен. Ағам алма жинайды. Атам бақша суарады. Мен де бақша суарамын. Это задание, ребята, вы отправляете голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар, жазылым. Дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Желтоқсанның 18-і атамның үйі үлкен. 5-ші тапсырма 126-шы бет. Сөйлемдерді дұрыс құрастырып жаз. Правильно составь предложение и напиши их. Үлгі. Атам жинады алма. Слова даны в разброс, нужно правильно составить предложение. Атам алма жинайды. Жақсы балалар. Қорытынды. Бүгін біз сабақта мәтінді түсініп оқыдық. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бердік. Сюжетті суреттерді сөйлемдермен сәйкестендірдік. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.